Ұнамаса айтыңыз, 1000 теңгеңізді қайтарып береміз, проблема емес. Басқа жаққа барып айтыңыз әңгімеңізді. Біздің арамызда емес тұрды. Ата қарап отырсаңыз, қуана біліңіз, қарап отыр, қуаныңыз. Бір адам сіздің салған 1000 теңгеңізбен бүгін кредитін жапты. Алғысын айтты сізге. Қандай керемет, қандай қуаныш бұл. Не үшін біз акцияларды жасап жатырмыз? Алып алсын тезірек, орындарын алсын. Ертең ақша болып келеді, миллион ақша болып келеді. Ертең үй алады. Баласына бір үй алып береді, өзінде үй болады. Құтылады мына кісеннен. Азаттығын алады деп жатырмыз. Сол үшін ел болып бірігіп жатырмыз. Бірімізге біріміз көмектесейік, қолымызды жаймайық мемлекетке. Өй, айналайындар, бір нәрсе беріңдерші, қашан бересіңдер деп көшеге шықпай-ақ қояйық. Тыныштық, бейбітшілікте отырып, өзіміздің жағдайымызды өзіміз жасай берейік. Мемлекеттің өзінің шаруасы бар. Политикаға кірмей-ақ қояйық, саясатқа. Онымен айналысып жатқан азаматтар бар, жеткілікті. Өзімізбен күресейік та. Шәкәрім атамыз айтады ғой. Біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше дейді. Міне, күресетін адам ол жалғыз өзіңізсіз. Халықпен күреспей қойыңыз, біреумен күреспей қойыңыз. Өзіңізді жеңіп алыңызшы алдымен. Сол кезде түсінесіз халықтың кім екенін, басқа адамдардың кім екенін, басқа адамның сезімі не екенін. Біреудің сезімімен ойнамаңыздар. Өзі сенейін ба, сенбейін ба деп бір ай ойланып келген адамдар бар осы жерге. Қарап, мынау жүре ма, жүрмеймін, алдап кетемін, алдап кетпеймін, немене нәрсе екен деп бір ай тосқан адамдар бар. Сол кісілер енді келіп, мына жерде адамдар ақша алып жатыр. Ойбай, бәленбай 1000 болып кетіпті ғой. Мен келген кезде 1000 адам еді, қазір 100 000 болып кетіпті ғой деп ақшаларын енді салып жатқан адамдар бар. Енді сеніп. Олай істеуге болмайды. Ауыз бірлік мықты болсын. 4-еу түгел болса төбедегі келеді. 6-ау ала болса ауыздағы кетеді. Ала болу деген алауыздықты айтады. Бір-бірімізбен осы күнге дейін осындай бір жоба аштық па, жасадық па, біріктік па, басымызды қосып көмектестік па бір-бірімізге. Ағайын туғандар ғана көмектескен шығар. Бәлкім бір қайырымдылық қорын ашып адамдар жасап атқан шығар. Бірақ оның ішінде осы жердегі сияқты ешкім қатысып жүрген жоқ. Халық болып қатысып көріп жүрген жоқ. Қайырымдылық қорын әйтеуір жібересіз ақшаны. Әйтеуір бір кезде жиналған кезде біреуге үй алып беріп, әйтеуір Инстаграмнан бірдеңкеден көрсетіп жатады, міне алып бердік деп, деп қоясыз. Мына жерде сіз ішінде жүрсіз ғой, оқып жатырсыз, алгоритмді үйреніп жатырсыз, ақшаларды салып бірнеше орындар алып жатырсыз. Соның бәрін қадағалап көріп отырсыздар, барлығын тексеріп жатырсыздар. Міне керек нәрсе осы бізге қазір. Біреудің ақшасын санамаңыздар ешқашанда. Біреудің қалтасына түспеңіздер. Өздеріңізбен айналысыңыздар. Өз ақшаларыңызды санаңыздар. Жетеді, өз ақшаңыздың өзі жетеді сізге. Біз сол біреудің ақшасын санап жүріп, өзіміздің қалтамыздан ақшалардың бәрі безіп біреудің қалтасына кетіп қалған. Сондықтан әлі біреудің қалтасын санап жүрміз. Өзімізде ақша жоқ санайық десек, біреудің ақшаларын санап жүреміз. Көрдіңіз ба? Қандай деңгей бұл, қандай дәреже? Өте төмен деңгей ол. Ол жақсылық емес. Біз жақсылықта болайық, амандықта болайық. Ауыз бірлігіміз мықты болсын. Бір-бірімізге батыр деп айтайық. Өсетін елдің балалары бірін-бірі батырым деп айтады дейді. Неге біз солай айтпаймыз бір-бірімізге? Қашанғы бір-бірімізді күндес болып жүреміз. Жетеді, осы күнге дейін солай өмір сүрдік. Енді мүлдем басқа нәрсемен айналысу керек. Біз өте дана халықпыз, өте қанымыз таза халық. Осыны дәлелдейік. Өзімізге дәлелдейік бірінші. Біреуге дәлелдеудің қажеті жоқ. Қашан біз өзімізге дәлелдейміз, сол кезде басқалар өздері-ақ көреді біздің қандай екенімізді. Айтудың қажеті жоқ. Өзіңізді түзеп алыңызшы, сыртыңыздан көрініп тұрады. Ішкі жан дүниеңіз сыртыңыздың айнасы. Сыртыңызға шығып тұрады, бәрі көрініп тұрады. Қандай адам екеніңіз. Жақсы ма? Сондықтан осындай нәрсемен айналысайық. Білімді болайық, ақылды болайық, тәртіпті болайық, бай болайық, бақытты болайық. Бізге басқа еш нәрсе керек емес. Біреудің ақшасын санамайық тоқа. Анау бай, аналар алып жатыр, біз деген байқұс керейміз деп. Мүләйім суды қою керек, жалып сеткенді қою керек. Сөйтіп өмір сүресіз ба? До конца солай өмір сүресіз. Сізде еш нәрсе болмайды, біліп қойыңыз. Ол формула сондай. Ол Құдайдың қойып қойған заңдылығы сондай. Кім берші дейді, соған кедейліктің есігін ашып қояды.
Кедейліктің есігі ашық. Гарантия. Гарантия сіз сол жерге кіресіз. Өйткені сіз үйреніп алғансыз, берші деп. Кедейліктің есігі ашық. Қашан сіз бересіз, байлықтың есігі гарантия сізге. Қашан сіз көмектесесіз бір адамға, сол гарантия сізге бай болуыңызға. Келет уақыт, сіз де аласыз. Неге қиналасыз? Неге бүткіл өміріңіздің, бүткіл қарызыңызды осы 1000 теңгеңізге байлап қойып, адамның мазасын аласыз? Мен қашан алам, кезек жүрмей жатыр, жүреді кезек, жүріп жатыр. Құдайға тәубе деңіз, жүріп жатыр. Шаруаңызбен айналыса беріңіз. 1000 теңгеңіздің артынан аңдудың қажеті жоқ. 1000 теңгеңіз давно бір адамға барып, ол қарызын жауып тастаған жоқ сіздің 1000 теңгеңіз бізде. Бізде емес ол. Берген адамыңызға аманатын тапсырғанбыз. Өзінде ол кісінің. Бәлкім бір нәрсе сатып алып, қуанып, бала шағасымен отырып, торт жеген шығар. Мен білмеймін оны. Или қарызын жапқан шығар. Бірақ ол адам 8 орын артқа салады. Сізден кейін 8 орнымен сіздің артыңызға келіп тұрады, сізді итереді. Жылжысын осы кісі деп. Уақытсыз келеді, аласыз. Ешқашан уайымдамаңыз. Жақсылығыңызды міндетсімеңіз ешқашан. Жасадыңыз ба? Ұмыттыңыз.